Барлық адам өмірге мән табу үшін келеді. Виктор Франклдың пікірі бойынша өмірде мән табудың 3 жолы бар. Бірінші жолы адамдар неше түрлі шығармашылықпен әлемге бір нәрсе берумен айналысады. Ол мүмкін сәулетші болуы мүмкін, музыкант болуы мүмкін, композитор, суретші болуы мүмкін, бір нәрсе жасайды, кинорежиссер болуы мүмкін. Және сол жасау процесінен, шығармашылықтан, креативтен ләззат алады. Ол өмір мәні сол. Екінші жолы тұтынады сол. Жаңа жұрт креативный адамдардың жасаған өнімдерін тұтыну арқылы, мысалы футболистер футбол ойнайды, біз футбол тамашалап рахаттанамыз. Өмірдің мәні сол. Немесе музейді тамашалап, неше түрлі суреттерді тамашалап, әртүрлі киноларды тамашалап өмірде мән табамыз. Яғни тұтынушы ретінде осы біреудің жасаған өнерінен ләззат аламыз. Бұл екінші өмірден мән табудың жолы. Енді үшінші Виктор Франклдың жолы өмірде, мысалы, туғаннан мүгедек болып туатын адамдар бар. Өмірде туғаннан жетім болып туатын адамдар бар. Туғаннан соғыстың кезінде туатын адамдар бар, мысалы, Палестинада, Израильде бала туа сала елінде соғыс болып жатыр. Бұндай адамдар өмірде мәнді неден табады? Бұндай адамдар өмірде мәнді азапталудан, өмірде Құдайдың берген сынағы деп қабылдайды да, сол сынаққа шыдап, содан мән табады. Солай ұзағырақ өмір сүреді, солай өмірде бір мән болады. Егер сіздің өміріңізде қазір қандай осы 3 таптың, 3 түрдің қайсысына жатасыз, соны ойланып көрсеңіздер, өміріңізде мән болады. Өміріңізде мән болу үшін менің парақшама жазылыңыздар.